Ел аузында жүрген мына бір қызықты әңгімемен бөлісейін. Жазушыға бұйырған бұйым. Кенен Әзірбаев Сәбит Мұқановтың 60 жылдық мерейтойында күмістелген ер тұрманы бар сәйгүлік мінгізіп, қолына күміс сапты қамшы сыйлайды. Тұлпарға мінген Сәбит шалқақтап түспей қояды. Бұл қылығын көрген Хамит Ерғалиев қамшыны білдіртпей әзіл ретінде ұрлап алып, Сафуан Шаймерденовтың көлігіне тығып қоюын өтінеді. Сәбит қамшысын іздеп шарқ ұрғанда екеуі сыр білдірмей отырады. Олар тойдан соң қамшыны иесіне қайтаруды ұмытып кетеді. Кейін қайтарамын деп жүргенде үйінің төрінде ілулі тұрған қамшыны Сафуанның баласы өрімін жазып конькиге бау етіп тағып алады. Сол бала Саян Шаймерденов кейін атақты хоккейші, 7 дүркін КСР чемпионы атанады. Сафуан баласының спортта үлкен жетістікке жетуіне Сәбиттің қамшысының әсері болды деп жақсылықтың нышанына балапты. Қазақ осылай ел алдында жүрген жақсы адамдардың қамшысын ырымдап, қалап алып, отыруды бұрыннан әдетке айналдырған екен. Сіз не дейсіз? Құрметті тыңдарман, осындай қызықты мағлұматтарды алғашқылардың бірі болып тыңдағыңыз келсе, каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпағайсыз. Комментарийіңізді қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыз.